Мунгунтул Салимова, FIDE Women's Grand Prix, Пуне, Индия. E4, C6, Карокан қорғанысы, D4, D5, E5, жабық вариант, піл F5, ат D2, E6, ат B3, ат D7, ат F3, ат E7, піл E2 және H6. Бұл жүрістің ең басты мақсаты әрине пілге H7 деген торды дайындап қою. Рокировка, піл H7, A4, вәзір C7, піл D2 және G5. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Ат E1 және C5. Бұл енді Каракан қорғанысының қалыпты жүрістерінің бірі. C3, ат G6, F4. Түсініксіз шешім неге бұлай жасады? Алдық. Сонымен ештеңеден қорқудың қажет жоқ, өйткені болашақта мына піліміз біздің керемет болуы мүмкін. Өйткені мен үнемі бұл туралы айта берем. Пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керек. Піл G6, енді мына F7-дегі торды қосымша қорғау керек. Піл H5, тура G8. Алдық және вәзір F3 батареяны құрды. Батареяның ең басты мақсаты қомағалар қатарына кіру. Тура G7 және ат D2. Піл E7, вәзір E2 және вәзір B6. Мүмкіндік бар болса, болашақта мына жерге қысым көрсету және мына жердегі сарбазға қысым көрсету. 0,29 ақтарда кішігірім болса да басымдық бар. Ат F1, алдық және тура C8. Болашақта міндетті түрде C жолы керек боп қалар. A5, вәзір B4, артқа қарай шегінбейміз, бәрібір D4 және B2 деген сарбаздарға қысым көрсетеміз. Ат D3, енді бұл Капабланканың сүйікті аттарының бірі, вәзір B3, үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін білесіздер. Тура F2 және ат B8. Бұл аттың сүйікті жерлерінің бірі мына C6. C6-дан мына негізгі орталыққа қысым көрсетуге мүмкіндік бар. Ат D2, вәзір B5, енді байлап тастаудың амалы. Ат F3, ат C6. Болды, енді дайынбыз. Болашақта D4-тегі сарбазға шабуыл жасаймыз. Вәзір D2, тура G4. Мына негізгі орталықтағы сарбазды алудың ең басты мақсаты. Мына сарбазға қараудың қажеті жоқ. H3 және тура E4. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ. Егер де болашақта жоғалтып алсам, ештеңе етпейді, өзім кінәлімін деген бір ұғым. Тура C1, патша D8, енді мына C8-дегі тураны қорғауымыз керек. Ат C5 және осы жерде түсініксіз шешім неге тура C7. Мысалы қараңыздар, 1.07, 1.24, 1.29, надан кейін 3.43. Ақтардың басымдығы айқын. Бұл жерде вәзір H6 деген іс-әрекетті жасау керек. Патша C8, жедік және ат D2. Бұлай және тура F7. Бұлай және A6 жан-жақтан барлығы шашылып қалу керек еді. Бірақ осы өрескел қателіктен кейін Мунгунтул атпен негізгі орталықтағы тураны алдық және D5. Мысалы қараңыз, 0,08 болатын болса, мына D5-тен кейін жағдай қиындап кетті. Минус 1,83 алдық. Тура D1 енді минус 2,86. 2,86 енді болашақта піл C5 дегенде іс-әрекетті жасауымыз мүмкін, жағдай қиындап баратыр. Тура D7 алдық. Енді бізде ел аман жұртыныштан мындай тамаша 2 өтетін сарбаз бар, артында оның турасы бар, пілі бар және мына аты бар. Ат F2 алдық және алдық. Сонымен көрейік, жағдай 0,62. Ақтардың да, қаралардың да ешқандай басымдығы жоқ. Патша C7 алдық. Ойынды қайттан бастаймыз. Піл G5 және патша F1. Піл F4, тура D6. Түсініксіз шешім. Мысалы қараңыздар, дәл қазір осы жерде 0,66 болатын болса, мына жүрістен кейін 1,42 болып кетті. Алдық және патша D7. Патша D7 көрейік. 0,19. Шын мәнінде ештеңеден қорықпай, мына B2-дегі сарбазды ала беру керек еді.
Бірақ жарайды. Патша D7, A6 алдық және B3. A5, H4, 0, 49. Ақтардың жағдай қиындап баратыр. Ат негізгі орталыққа келді және мына сарбазға шабуыл жасады. F4, піл C7, H5 және патша E7. Болашақта енді мына сарбазбен күресу керек. Бұл өте қауіпті сарбаз, бұл өтетін сарбаз. H8, патша F6, H6, минус 1, 19-ға айналды, патша G6. Патша осы сарбазға қарсы күресті өте тамаша жүргізіп жатыр. H7 және піл B6. Піл B6 өткені мына пілді қорғау керек, мына атты қорғау керек. Өткені қарсылас деген турасымен мына жерге, немесе мына жерге кеп қалса, онда мына сарбаз үшін не атты, не пілді беруге тура келеді. F8 алдық, шах және патша G6. Енді мына сарбаз қауіпті емес, мына шеттегі сарбаз қауіпті болатын. Мына орталықтағы онда емес. Тура D7 және алдық. Патша E1, A4, енді мынаның шеттегі тұратын өтетін сарбазымыз алға қарай ұмтылды, оны тоқтатуға мүмкіндік жоқ. Бұлай және піл D4, осымен ойын аяқталды. Себебі болашақта мына жерге мынаны аламыз, содан асықпай мына сарбазды да A3, A2, A1 деген әрекеттерді жүзеге асырамыз. Салимова Нұргүл жеңіске жетті, ал Мұнгунтуыл ақпен ойнайтын ақтар ұтылды, қаралар жеңді.